ошо колум ушун тийгизбеген келинчегиме. Я урган чыгар мүмкүн. Я бирек шапалак калай бермейсиң го канын ичип турсун. Ой айта берет го каяктан. Бой адам урат айелин не то нерсе не тентек адам сыяктуу тура бермейсиң го бар. Неге ұрасыз? Неге ургандар айтканын истемей коет. Мисалы көпчүлүк бул жалгыз мендеги проблема эмес, бәриндеги го телефон деген бәле го қазір интернет деген. Көрүп отурат, эркектерге лайк басып отурат. Биздин мусулман не деп кызганады го, каяа бир эркектин сүрөтүнө карап отурсун. Менин бир жерим кем ба или операция істеп өсүрүп алайын ба үлкен деп айтасың. Чындык го ол чындык да анау мынау эмес, сол акча жетпейт. Ол экинчи маселе конкретночи. Ол жагдай жоктарга да жагдайы барлар. Сондай кезде сіз қол көтердіңіз, иә, Жок, қызғаныштан. кызганычтан болот, ар түрдүү жагдай болот. Каныңды ичет кичкене аздап. Дурус акча таппай калсаң, биздин айелдер каныңды иче баштайт. Қалай? Кәдімгідей чо там анау мынау тисет, короче. Өзің әйелсің ғой, білесің ғой. Көпшілік жетпеушілік қойса, анау жетпейді, мынау жетпейді. Жоқшылықтан бәрі квартирант кезінде, союз кезінде үй берген ғой өкімет. Союз кезінде үй таратқан, қазір үй таратып атқан жоқ қой. Сол үшін жетпейді, анау жетпейді, мынау жетпейді. Жетпеушіліктен, ұрыскершіліктің бәрі. Сөз конкретно айтқанда, ана көз бояушылық, ой мен андай мен мындай емес, конкретно айтқанда жетпейді ештеңе.